Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, қатпарлы болып шығатын француз круассандарын бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қарапайым қазақша рецептерді таба аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды илеп алатын боламыз. Мен осылай жылы суымды құйып алдым. Оның үстінен жылы сүтімізді салып, қант пен тұзымызды салып аламыз. Және оның үстінен аштықымды салатын боламын. Осылай аштықымызды салып болған соң, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Яғни 10 минуттай қоямыз. 10 минуттан соң біздің аштықларымыз осылай көпіріп шығуы қажет. Енді мен 2 жұмыртқаның бір сарысыны бөлек алып алдым. Сонда 2 ақуызбен бір сарысыны салып жіберіп, 2 ас қасықта өсімдік майыны салып алдым. Тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді барлығы бір келкі араласқан соң, үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Яғни мен ұнымды осылай ситоға салып алдым. Ситомен салатын болсаңыздар, круассандарымыз көтеріліп шығатын болады. Осылай жартысын салып, араластырып аламын. Және қалған ұндарымызды да дәл осылай ситомен салатын боламын. Ұнымды осылай салып алған соң, араластырып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Менде описанияда барлығының грамдары жазылған. Сіздер өздеріңіздің ұндарыңыздың сортына қарай салатын болыңыздар. Яғни қамырымыз қатты болмауы қажет. Міне осылай жақсылап илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді 40-45 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Мен 45 минут тұрғыздым. Не осылай қамырымыз көтеріліп шығуы қажет. Енді табағымнан қамырымды алып алатын боламын. Және бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай реттеп кесіп аламын. Достар, әр бөлігінің көлемі бірдей болуы қажет. Үлкен кіші болып қалмасын. Соған мән беріңіздер. Барлығын осылай бір келкі кесіп алған соң, топ-томалақ етіп жасап шығамыз. Міне мен осылай жасап алдым. Енді оның үстіні сүлгімен жауып қоятын боламыз. Яғни сонда қамырымыз қатаймай, қатпай тұрады. Енді біреуден алып қамырымызды жая бастаймыз. Яғни қамырымызды 2 мм-дей жаямыз. Қалыңдығына қатты жұқада, қалыңда болып кетпесін. Барлық жері бір келкі топ-томалақ болып жаюымыз қажет. Қамырымыз жұмсақ, жайған кезде еш қиындық болмайды. Не осылай жайып алдым. Енді қалған қамырларымды да дәл осылай жайып алатын боламын. Енді бөлме температурасында тұрған осылай сары майымды алып, барлық қамырларымызға жағып, бір-бірінің үстінен қойып шығатын боламыз. Мен ең алғашқы қамырымды алып, осылай бір келкі етіп жағып шықтым. Енді оның үстінен екінші қамырымды қойып, оның үстінен де дәл осылай сары майымызды жағып шығамыз. Мен барлық қамырларыма осылай жағып шықтым. Енді ең жоғарысына, яғни ең соңғы қамырымызды осылай бетіне қоямыз. Оның үстінен сары май жақпайтын боламыз. Енді бұл қамырларымыздың барлығыны бірге бір келкі етіп жаямыз. Мен ең алдымен осылай қолыммен жайып алдым. Қамырларымыз жұмсақ, ешқандай жабыспайды. Енді оқтаумен бір келкі етіп жайып шығамыз. Яғни бұл қамырдың да жаңағы қатты
қалың немесе жұқа болып қалмасын. Не осылай болса жеткілікті. Шеттерінде сызықтар осылай болса, ол ештеңе етпейді. Енді дәл ортасынан осылай кесіп аламын. Сіздер егер дәу үлкен кроссан болғанын қаласаңыздар, онда бөліктерін үлкендеу етіп кессеңіздер болады. Мен осылай майдалау етіп бірнеше бөліктерге бөлдім. Енді круассандарымызды жақсылап орап алатын боламыз. Мен осылай шетінен пышақпен кесіп аламын, яғни мен ортасына шоколад салып орайтын боламын. Сіздер салмасына кез келген сгущенка болсын, басқа да заттарды салсаңыздар болады, немесе салмасыз жай круассанның өзін ғана орап жасасаңыздар да болады. Міне қалған круассандарымызды дәл осылай орап аламыз. Піскен кезде шоколадтары ақпай, әдемі болып пісетін болады. Енді мен листімізге, яғни пергамент қағазын төсеп, соның үстіне круассандарын осылай қойып алдым. Жаңағы жұмыртқамыздың бір сарысыны алып қойып едік. Сол сарысыны жұқалау етіп барлық круассандарымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Барлығына жағып болған соң, мен 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңыздың градусына қарай пісіріп алсаңыздар болады. Достар, өте дәмді, жұмсақ болып, қатпарлы болып шықты. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментариймен өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.